Арабстанның жағдайы дүниежүзі картасынан саяси, географиялық және сауда-саттық жөнінен маңызды орын алған. Арабстанның да өзге елдерден айырмашылығы қалмаған еді. Мұнда да тіл мәдениеті мен әдебиет басқа салалардың бәрінде кері кетушілік, жамандық, үстемдік жүргізе бастаған. Діни ахуалға келетін болсақ, наным сенім мәселесінде анархия белең алып, адамның ақылына сыймайтын небір сенімдер пайда болған. Халықтың бір бөлігі ештеңеге сенбейтін, тек осы өмірдің қызығын тамашалап қалуды көксейтін. Өмір адамға бір-ақ рет беріледі, екінші рет тірілу мүмкін емес. Ақыры өлеміз ғой, сондықтан мына дүниеде тояттап қалу тиіспіз дейтін, олар ойларына келген істейтін. Ардақты пайғамбарымызға Алладан уахи түсе бастағанда, осындай адамдар жайында Құран кәрімде мынандай аяттар жолданады. Ендеше оларға: сендерге өмір сыйлайтын, содан кейін жандарыңды алатын, һәм содан соң орнайтындығында еш күмән болмаған қиямет күні бәріңді қайта тірілтіп жинайтын бір Алла деп айт. Алайда адамдардың көбі осыны ақиқатты білмейді. Сондай-ақ арабтардың кейбіреуі Аллаға бір жаратушының бар екеніне сенетін, бірақ адамдар арасынан пайғамбар шығатынына иланбайтын. Пайғамбардың адам арасынан шыққанына сенбей, бұл ақиқатты ақылдарына сыйғыза алмай, пайғамбар періштелерден ғана шығу мүмкін деген бұл топтағылардың қисынсыз пікірлеріне Құран төмендегі аятта жауап береді. Уа Мұхаммед, оларға егер жер бетінде адамдар секілді жайбарақат өмір сүріп, періштелер жер басып жүрсе, онда біз оларға көктен пайғамбар етіп періште түсірер едік деп айт. Арабтардың арасында Аллаға сенгенмен ақирет күніне болатынына, өлгеннен кейін тірілуге, жәннат пен жаһаннамның бар екеніне сенбейтін бір топ бар еді. Құран кәрімнің оларға жауабы мынандай: өзінің жаратылысын ұмытып, бізге сонда шіріп жоқ болып кеткен сүйектерге кім жан бітіреді екен деп өзінше мысал келтірді. Оларға ол сүйектерді әу баста кім жаратса, қайта тірілтетіні де сол. Ол қалай жаратуды һәм әрбір жаратылысты толыққанды біледі. Ясин сүресінің 78-79 аяттарынан алынған. Енді біреулер пұтқа табынатын, халықтың ең көп бөлігін құрайтындар да осылар. Тастан, тақтайдан, кейде кәдімгі халуадан, көз қалдармен жасаған пұттарына табынып, онысымен де қоймай былай дейтін: біз оларға тек бізді Аллаға жақындатсын деген ниетпен ғана табынып жүрміз дейтін. Міне, арабтардың көпшілігі қолдарында бар материалына пұт жасап алып, жансыз заттардан медет тілейтіндей бейшаралыққа дейін барды. Жер бетіндегі таухидтың тұңғыш тұрығы Байтулланы, Қағбаны осы нанымдарының көрінісі ретінде сансыз пұттармен толтырғанды. Исламның кәусәрімен сусындап, мұсылман болу бақытты бұйырғаннан соң күллі әлемге қара қылды қақ жарған әділеттігімен әйгілі болған Әзірет Омар Жахилә кезеңінде пұттарға табыну турасында басынан өткен оқиғаларды былайша баяндайды. Жахилә кезеңіндегі екі ісіміз есіме түссе, біреуіне қайғырып жылаймын, екіншісіне күлемін. Жылайтыным сол кезде ақмақтығымыз сондай, әйелдеріміз қыз туса тыжырынып, қыз баладан құтылғанша асығып, бәйкүне мейірімге мұқтаж шараналарды тірідей көметіндігіміз ай. Осы қылығымыз есіме түссе, жүрегім қан жылайды дейді. Күлетіннен пұтқа табынатын едік. Әрқайсымыздың үйінің төрінде қолдан жасаған пұтымыз тұратын. Соларға табынып құрметтейтінбіз. Сапарға шықсақ, пұттарымызды бейнесін ұннан немесе халуадан жасап, өзімізге бірге алып шығатынбыз. Жол ұзап қарнымыз ашса, табынып, алдында құрдай жорғалаған жансыз халуа пұттардан кесіп алып жейтінбіз. Осыдан асқан күлкілі оқиға бар ма енді? Осынша жағдайларға қарамастан, Арабстанда бір кездері Ибрахим пайғамбар алейхиссалам үндеген таухид дінінде Алланың бірлігінде сенетіндер де бар еді.
қараңғылық ауа жайлаушылыққа мойын бұрмастан, aradan ұзақ уақыт өткеніне қарамастан таухидты ұстағандарға Ибрахим пайғамбар алейхиссалам жолмен жүргендер мағынасында ханафиттер делінетін Құран кәрімде ханиф сөзі Ибрахим пайғамбар алейхиссалам үшін қолданылған. Шынында Ибрахим яхуди де христиан да болған емес. Ол жалған сенімдерден іргесін аулақ салып, бір Аллаға ғана сыйынып, қалтықсыз мойынсынған шын мұсылман еді. Сондай-ақ ол мүшриктерден де емес еді. Ханифтер бұттардан жиренетін, Алланың бар екендігіне, бірлігіне сенетін. Олардың қатарында Уарақа ибн Науфал, Убайдулла ибн Жақш, Осман ибн Хуарис, Зайд ибн Амр да атауға болады. Олар бұттардың құрметіне ұйымдастырылған салтанатты жиын жәрмеңкеде халықтың алдына шығып, пайдасы да, зияны да жоқ, жансыз, тілсіз меңіреу бұттарға сәждеге жығылып, құрмет көрсетудің ақымақтық екендігін айтып жар салғанда. Ақылға салып, ойланып, бұттарға табынудың жөн жоқсыз екенін кейіннен ұғынып, бұл нанымға қарсылық білдіргендер де болған. Солардың бірі Таиф руының басшысы Умайя ибн Абу Салд. Ол жахила кезеңінде киелі кітаптарды көп оқып, бұтқа табынушылықты тәрк етіп, Ибрахим пайғамбар алейхиссаламның дінін қабылдаған еді. Бисмика Аллахумма тіркесін алғаш қолданған да сол. Кейін бұл сөз арабтарға ұнап, Аллаға сенбес де кітаптарының сондай-ақ кез келген жазбаның басына осылай жазып қоюды жаппай әдетке айналдырған. Умайя ибн Абу Салд өлеңдерінде адамдарды дұрыс жолға үндейтін жетекшінің, яғни пайғамбардың қажеттігіне назар аударған, арабтардың арасынан пайғамбар шығуға тиіс екендігін қасиет кітаптардан оқып үйренгендіктен сол құрметті атаққа өзі ие болғысы келетін. Сондықтан Әзірет Мұхаммед саллаллаху алейхи уассалам пайғамбарлық берілгенде қызғаныштан оны мойындамаған, тіпті ерегіс пен қызғанышынан Бәдір соғысына өлтірілген. Мүшриктерге, яғни пұтқа табынып, Аллаға серік қосушыларға арнап жоқтау айтқан. Хижреттің 2-ші жылы иман келтірместен өліп кеткен Умайя туралы Мұхаммед пайғамбарымыз саллаллаху алейхи салам бірнеше хадисі бар. Мұхаммед пайғамбар саллаллаху алейхи салам бір күні Шарид ибн Сауидпен бірге келе жатып сахабадан: "Сен Умайяның өлеңдерін оқисың ба?" деп сұрайды. "Иә, білемін" деп Шарид Умайяның өлеңдерін бірнеше бейт оқып береді. Өлең жолдары Әзірет Мұхаммедке саллаллаху алейхи салам қатты ұнайды. Тағы да оқуын өтінеді. Хасида аяқталғанда Расул Акрам: "Умайя мұсылман болуға сәлләқ қалған екен" дейді. Тағы бір мәліметте Умайяның өлеңдері иман келтіргенімен өзі азғындықтан шыға алмапты деген айтылады. Бұттар. Меккеге ең алғаш пұтты әкелген Әмір ибн Лухай есімді араб болатын. Әмір Шамға барған бір сапарында Мағраб деген мекенге жолай соғады. Осы жерде Нұх пайғамбардың ұрпағы саналатын бір тайпаның пұттарға табынғанын көреді. Қызығушылық жеңіп сұрастыра келе жергілікті халықтан: "Біз осы пұттардан көмек сұраймыз. Сұрағанымызға ие боламыз, жаңбыр тілесек жауынға қарсы боламыз" деген жауап алады. Мұнан соң Әмір пенделігі ұстап Меккеге алып кетуге пұт сұрайды. Мағаптықтар оның сөзін жерге тастамай Хубәл атты пұтты сыйлайды. Әмір Хубәлді Меккеге алып келіп орнатады. Надан халық бұрын соңды болмаған әдетті қызық көріп, соған иланып, тілеуіңді орындайды десе, илана кететін қара халықтың әдеті емес пе? Пұтқа табына бастайды. Осыдан бастап пұтқа табынушылық Меккеде кеңінен тарай бастайды. Әр тайпаның өзінің тән пұты болатын. Әр типа өз пұтына табынып, жәрдем тілеп, солардың алдында құрдай жорғалайтын. Жансыз, рухсыз тастаған ағаштан, ұннан тағы басқа да жасалған бейнелерді қараңғы қалып, құдіретті санап, соқыр сенімге бой алдырған еді. Алла Расулы осындай нанымды надандықпен ұштасқан адамдардың
санасын өлелендіру мақсатымен келуге тиіс еді. Адамгершіліктің аты өшкен. Жахия кезеңіндегі Арабстанда адамгершілік атаулы жойылған. Нәпсі құмарлық шегіне жетіп, құмар, зинақорлық, маскүнемдік, зұлымдық, ұрлық, зорлық, өтірік өсе кең етек алған болатын. Әлі жеткен әлсізге әлімжеттікке жасап ұрып соғатын, ойына келгенін орындайтын, әй дейтін әже жоқ, қой дейтін қожа жоқ, адам өмірі ойыншыққа айналған. Күштінің айтқаны заң, дәрменсіз дымның шығармайды. Адамдар мал тәрізді мойындарына қамыт кигізіліп базарда сатылатын. Әйелдердің көрген күні айуаннан төмен. Әсіресе жас күндері зорлық зомбылықты құрбаны болып жатты. Қыздарды сату, зинақорлыққа итермелеу қауіпті тұрмыс қажетіне айналған. Құранда адам атын ластайтын бұл азғындық әрекеттер жөнінде былай делінген. Дүниедегі қу тіршіліктің болмашы пайдасына, бұйым боқшасына бола күндеріңді хам арын таза сақтауды қалайтын болса, арсыздыққа әсте итермелемеңдер. Кім оларды арсыздыққа итермелейтін болса, біліп қойыңдар, олар ықтиярсыз күнәға барғаннан кейін де Алла олар үшін өте кешірімді, ерекше мейірімді делінген. Надандықтың шегіне шыққан сол бір әйел бірнеше еркекпен бірге тұра беретін. Онысының үйінің шатырына белгі қадап жария қылатын. Өгей шешелер күйеуінің дүние мүлкімен қоса әкелген балаға мирас болып қалатын. Шөл даланы мекен еткен арабтардың көбісі қыз баласы дүниеге келсе сұмдық санайтын. Әйел босанған сәтте нәрестесі қыз болса ешкімге тіс жарып айтпастан, көрсетпестен кірлей көміп тастайтын, немесе терең құдықтарға лақтырып жіберетін. Бұл істерінің дұрыстығын өздерінше сылтау айтып дәлелдеген. Бұлар ертең өскен соң жезөкше болып ар-намысымызды аяққа таптау мүмкін. Бой жетіп, жүзі қара болғанға дейін қанша шығын шығарып асырып бағу керек. Оған шамамыз да жетпейді деп ақталатын. Кейде аналарының өздері босанар күндері таяғына арнайы шұңқыр қаздырып дайындайтын. Сәби қыз болса туылған сәтті әлгі шұңқырға тастап, үстін топырақпен жаба салатын. Бауыр етті баласын бәледей көріп, одан құтылудан ең оңай жолын тапқандарына мәз. Дүниеге келген мезетте өлтіре алмаса, 5-6 жасқа келгенде әкелері қыздарын әдемі киіндіріп қонаққа апаратын, кісіше сәндеп ертіп шығатын. Сол бетімен айдалаға жетектеп апарып, алдын ала дайындалған орға жығып салып шығарып, тырбанғанына қарамастан көміп тастайтында ештеңе болмағандай оралатын. Ал баласын өлтірге қимаған қалың жүн күпі кигізіп, қыз екенін жасырып, ауыл маңынан аулаққа қой түйе бақтыруға жіберетін. Сөйтіп елдің көзіне тасалап ұстайтын. Құран кәрім арабтар арасына кең таралып, қалыптасқан айуандық әдет жайында былайша баяндалады. Олардың бірі қызды болдың деп сүйіншілегенде, жүзі түтігіп іште ашуға булығады. Содан ол өзіне жеткен хабардың өзінің ойынша жайсыздығынан ел жұрттың көзіне түспеуге тырысады. Енді не істейді? Өмір бойы мұндай қорлыққа шыдап, ол бейшараны қолына ұстай ма? Жоқ әлде тірде жерге көміп тастай ма? Олар өздерінше өз балаларын ұл қыз деп алалау және Аллаға бала тілеу арқылы қандай жаман үкім беруде. Исламнан бұрынғы кезеңінде осы дәстүр ұстанып, ештен шыққан шаранасын құрбан еткен кейін исламды қабылдаған сахабалардың бірі пайғамбарымызға басынан өткен оқиғаны былайша әңгімелеген. О Расулулла, біз надандық дәуір өткөрдік, сол кезеңнің үрдісінен орындадық, пұтқа табындық, бауыр етіміз баламызды аяусыздықпен жер қойына бердік. Менің де сүп сүйкімді қызым бар еді, қылығы да тілі де тәтті еді.
Алайда мен оған қарамауға мән бермеуге тырысатынмын. Сонда да қасымнан екі елі айырылмайтын. Бір күні оны қасыма шақырдым. Томпаңдап жүгіріп келді. Өзі жақсы көретін қызылды жасылды көйлегін кигіздім де, енді жүр менімен бірге. Бір жерге барып келеміз деп, алдап ертіп шықтым. Бағдырлап сөйлеп мәз болып қуанып келе жатты. Біраз жер жүрген соң терең қазулы құдыққа келдік. Екі қолынан ұстап көтеретіндей сыңай таныттым да, бар пәрменімен құдыққа тастап жібердім. Сондағы құлап бара жатып, әкетайым деп құлын даусын шығарып, шырқырағаны әлі күнге құлағымнан кетпейді. Екі дүниенің сұлтаны бұл әңгімені естіп, қатты егіліп жылады. Көздерінен аққан жас сақалын жуып, тарам-тарам етті. Сонан соң былай деді: Алла тағаланың мейірімділігі кең, ондай қатыгездікті мұнан соң қайталамайтын болсаңдар, жахила дәуіріндегі білместіктерді кешірер. Міне жахила кезінде аты айтып тұрғандай надандық пен жауыздық түгілі дүниені тұмшалап алған еді. Адам баласы руханият мейірім шапағат дегеннен жұрдай. Күлі әлемнің жаратушысына сеніп, иман келтірмеген жүректен не үміт, не қайыр. Құдайдан қорықпаған ұждан, Алланың азабынан үрейленбеген рухтан жақсылық шығуы мүмкін бе деді. Әрине, құдіретті күшті ұлы Алланың көп хикметтерінің бірі Әзірет Мұхаммед саллаллаху алейхи салам ұлы елшілік міндеті жүктелер алдындағы Арабстанның жалпы діни, әдеби, мәдени, қоғамдық жағдайы осындай келеңсіздіктерге жол берген болатын. Жауыз жүректер жібітетін, қаталу қабақтарды күлдіртетін, надандық шырмауындағы көңілдерге нұр құятын тұлғаға Арабстанның зәрі болатын.